Саркоптоз ауруы. Иттер мен мысықтарда саркоптоз деген ауру болады. Оның қоздырушысы кене болып табылады. Ол кене өте ұсақ, көзге көрінбейді, тек микроскоп арқылы көруге болады. Ол кене ағзаға жұққаннан кейін теріге, терінің эпидермис қабатында арнайы канал қазып, терінің астына 3 мм тереңдікке еніп алады. Сол тереңдікте ол өз жұмыртқаларын сала бастайды. Жұмыртқа 21 күн ішінде пісіп жетіле бастайды. Ол шыққан жұмыртқадан шыққан өзіне ұқсас кенелер арнайы зат бөледі өзінен. Соның нәтижесінде теріде қатты қышыну пайда болады. Жануар қатты қышынып жүдей бастайды. Соның нәтижесінде дерматит пайда болады жануарда.